Абайтану ғылымының бүгінгі деңгейі қай дәрежеде? Жалғыз Мекемтас аға секілді бірен-саран біреулер болмаса, өзі біз Абайды толық түсініп болдық па? Жоқ. Бұл жұмбақ адам. Біз кейбір жұмбақтарын ғана шештік. Абайдай дінді терең білген адам жоқ. А бізде дінді кім терең біледі? Мен де білмеймін терең. Хабарым бар. Сонда Абай жұмбақ. Неге жұмбаға? Абайдың бір жұмбақ толы адам. Соны мен қанша жыл болды айландырғалы? Бір 30 жылдай болды. 20 жыл ғой Абайдың творчестволық ойы. 20 жылда Абайдың ойлары қалай дамыды? Соны барладым мен әр жылдағы. Қай ой қай уақытта туды? Неге туды? Абай жолында Абай қайтады ғой. Қайтып кете жатып, өнен кейін бөжейге жолыққан, есіне түседі, сәлем берген. Содан кейін бөжейдің бата берген. Сонда барып өнен кейін айтады. Бұл бір кезде түрікшеден, паршадан оқыған барады. Ақыл, қайрат, жүрек айтса деуші еді. Сол бүгін маған қонып тұр ғой. Сонда әділет ұстауымыз керек қой. Деген Абай кішкентай сөз айдырып қояды еді Абай жолында. Содан таба бастадым. Әуезов бұны білген, бірақ ол кезде бұны ашуға болмайды. Бұл дінмен байланысты.